бос тұр бұлар енді. Ауа райы суық болып тұр. Бұлар жемге дайындап, байлауға дайындап тұр. Өзін өзі дайындап жатыр қазір. 12 бас. Бұйырса ақпанның бірінде кіреді борға. Бордақылауды бастаймыз. Әзірде 11 айдың қарашаның бірінен бастап таңертең бір келе, кешке бір келе жем жеп тұрған. Қазіргі таңда күніде 3 килограмм жем жейді, 2 уақ шөп жейді, 1 уақ су ішеді. Подсустар бұлар, биылға бір жастар. Мезгілінде суды құдықтан шлангымен алып келеміз. Сосын ауасын тазалап, осы жерге суды құйып береміз. Түгел бәрі ішеді. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пікір қалдырып кетіңіздер. Kamerаны көріп атырыз кеп. Бұлар енді ұзақ тұрады. Ақпанның бірінде кірсе, шілде айында қарай етке дайын болады, бұйырса. Су ағып жатыр. Су ішіп атыр. Ауасын тазалап. Барлығы рет-ретімен сыйғанша ішеді, соны ішіп болғана шығып кетеді тағы, қалғандар іше береді. Қазір шесін суды болды. Симай ренжіп тұр. Түскі суларын ішіп болып, енді шөп жеп жатыр. Шөпті жеп болғанда кейін енді осы шөппен тұрады. Кеш батқанша. Тағы бір рет салынады, жерде қалғандар. Нан жеп болғаннан кейін. Сосын кешке жақын біріне 1,5 келеден мөлшермен 1,5-да 2 келе аралығында жем жейді. Сосын артынан бір түк жоңышқа салынады. Сосын болды, таң атқанша сол. Таңертеңгісін тағы да солай қайталана береді күніге.